Biz bugün kaç asal için onun sırtını жасайтын боламыз. Оған дәптер, әрине, жол қозғалсын, есеп қозғалсын. Үлкен кәдімгі альбомдыққа ол өте жақсы ачетелік. Сосын бізге скотч, әрине, қайшы. Бастаймыз. Бірінші мынаны төрт-бұрышты қыламыз. Қайшыны абайлап қолдану керек. Ана төрт-бұрышты болып, оны бүйтіп қоймаймыз. Былайына үш-бұрышты қыламыз. Оны сосын өлшемін алып аламыз. Бүйтеміз ба, өлшемін алып аламыз. Бірақ мынаны әзір істемейміз. Келмеді. Мөріштен көрейік. Келем екен. Келеді екен. Осындай болды. Енді бұны ашамыз. Мынаны бүйтіп түсіреміз. Мынаны. Biraz küçültmüştür. Түсіреміз. Сосын мынаны қайтадан бүйтеміз. Сосын бүйтеміз. Мынандай болды, я. Мына қапталын мына сызықтың бойымыз кеп тастаймыз. Ол үшін мына сызық кетіп қалады, әрине. Қазір. Неге? Стик. Неге? Мына жағы дұрыс болды. Енді. Енді қиямыз. Неге мынандай болды? Оны біз мына шетін скотчтаймыз, әрине. Түтінді. Бүйтеміз. Негізі кілемен істеген жөнеді. Одан парақ аламыз тағы. Парақ аламыз. Неге парақ? Қазір. Енді осының өлшемін алып аламыз. Қиямыз. Бітеміз, оны скотчтаймыз. Осы жағы шамалы қап қойса, оны қазір қиямыз.
жағын қойып түсті. Кәкітік жетімізді. Тұрымызды. Қылды. Кешіріңіздер достар, қазір достар жалғастырдық. Неге кәкітік түстімізді. Неге өстеміз болды. Мұны жағын қалдығын қайтып тастаймыз. Неге болды. Ішіне сақталамыз. Кімге арналғанын, кімнің атынан екенін жазыңыздар. Сау болыңыздар, біздің YouTube каналымызға жазылыңыздар.